Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, оқушылар және де қонақтар. Мен Абай облысы Семей қаласы номер 16 Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 6 сынып оқушысы экоблогер Мырзакаримова Жадырамын. Бізге берілген жоба тақырыбы экология дабылы. Менің жетекшілерім Аканова Маржан Мұратовна мен Кітапбаева Нұргүл Аманжоловна. Бүгін біз сіздерге табиғаттың қазіргі жағдайын көрсететін экологиялық модельді ұсынамыз. Бұл жұмысымыз арқылы біз қоршаған ортаның қандай күйде екенін және оған қандай қауіп төніп тұрғанын көрсеткіміз келді. Модельге қарасаңыздар, жер анамыз жылап тұр. Оның көз жасы бұл ластанған өзендер мен мұхиттар. Оның бетінде көптеген қоқыс үйіліп қалған. Пластик, бөтелкелер, тұрмыстық қалдықтар, тіпті жануарлар мен өсімдіктерге зиянды заттар. Бұл біздің табиғатымыздың бүгінгі ахуалын көрсетеді. Сол жақта орналасқан су краны су ресурстарының азаюын және ысырап болып жатқанын білдіреді. Бүгінде әлемде миллиондаған адам таза ауыз суға қол жеткізе алмай отыр, ал біз оны кейде бекерге жұмсаймыз. Су тіршіліктің көзі, сондықтан оны үнемдеуіміз керек. Жер шарының үстінде өртенген ағаштар мен қоқыстар бейнеленген. Бұл ормандар жойылып, табиғаттың ластануы. Орман біздің жасыл өкпеміз. Егер біз оларды қорғауды тоқтатсақ, ауа ластанады, жануарлар мекенінен айырылады, климатымыз өзгереді. Судың үстіне қарасаңыздар, пластик пен тұрмыстық қалдықтар жүзіп жүр. Бұл біздің теңіздер мен мұхиттар жағдайын көрсетеді. Көптеген жануарлар осы қоқыстарды тамақ деп шатастырып өлім құшады. Сондықтан пластикті азайту біздің басты міндеттеріміздің бірі. Бұл модель арқылы біз қандай ой жеткізгіміз келді? Біз табиғатқа қамқорлық жасау әрбір адамның борышы екенін көрсеткіміз келді. Егер біз қазірден бастап әрекет етпесек, болашақта таза су, таза ауа, жасыл ормандарымыз қалмауы мүмкін. Біз не істей аламыз? Біріншіден, қоқысты дұрыс сұрыптау, пластик, қағаз, әйнек, органикалық қалдықтарды бөлек жинау. Екіншіден, пластикті азайту, экосөмкелерді, шыны бөтелкелерді, қайта өңделетін материалдарды қолдану. Үшіншіден, суды үнемдеу, артық су ағызбау, суды бекер төкпеу. Төртіншіден, көп ағаш отырғызу, орманды сақтау және жаңа жасыл аймақтарды құру. Бесіншіден, экологиялық акцияларға қатысу, сенбіліктерге қатысып, тазалыққа үлес қосу. Қорытынды, біздің ғаламшарымыз біздің ортақ үйіміз. Біз оған қалай қарасақ, ол да бізге солай жауап қайтарады. Егер табиғатты қорғасақ, болашақ ұрпаққа таза әлем қалдыра аламыз. Табиғат біздің көмегімізге зәру. Келешек үшін бірге әрекет етейік. Назарларыңызға рахмет.